Женя анасымен және әжесімен Москвалық пәтерде өмір сүрді. Анасы балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді, ал әжесі өсімдіктер өсіреді. Оның барлық бөлмесі ботаникалық бақшаға ұқсаған. Бір күні әжесі күлгін түсті лампа сатып алады, өздерінің гүлдері үшін. Женя өз сыныптастарынан осы лампа жайлы оқиға естіген. Бірақ Женя сенбеді. Бұл районда күлгін терезелер мыңдаған. Олардың бәрі құрған құбыжыққа айнала ма? Ақмақтық. Күні бойы анам мен әжем бірге осы лампаны құрумен өтті. Женя сабақтан келе жатқанда әжесінің бөлмесіне лампаны көреді. Міне, енді біз де құбыжыққа айналамыз, деді Женя. Үйде оны кешкі ас күтті. Котлет пен пюре. Анам әженің әлі бөлмеден шықпағанын айтты. Және ол жаңа гүлдер егіп жатыр. Оның мазасын алмауын сұрады. Женя өз әжесінің неменемен айналысып жатқанын білгісі келді. Бірақ есік жабық болды. Есік қақса да есік ашпады. Бос емес шығар, дейді сабағын оқуға. Ол түнде шиқылдаған дыбыстан оянды. Ол әжесінің бөлмесінде есігі ашық екенін көрді. Женя бөлмені қарады. Бірінші қарағанда ештеме байқамады. Бірақ ол осы уақыт бойы әжесінің артында қарап отырғанын білмеді. Женя шошығанның өз бөлмесіне ұшып келді де көрпе астына тығылып қалды. Бұл шынымен бе? Лампа адамды өзгерте ме? Келесі күні таңғы ас кезінде Женя өз анасына әжесі туралы айтты. Бірақ анасы жай ғана күледі. Женя әжесі үйде жоқ кезде лампаларды айырбастауды шешті. Енді әжесі күнде бір жаққа кетіп отырады. Женя бөлмеге кіреді. Әжесі жоқ болады. Бірақ лампалар көбейіп кеткен. Ол лампаларды күнде сатып алып отырады. Женя бұларды жай лампаға ауыстырып отырады. Бір кезде әжесінің бөлмесіне келгенін естіді. Ол уақытынан бұрын келеді. Женя төсек астына тығылып күтіп отырады. Бөлмеге біреу кіреді. Қолында жаңа лампалар бар пакет болады. Бұл анам ба? Ол шкаф есігін ашқанда ішінде әже болады. Ол өзгеріп кеткен. Ол жай ғана лампаға қарап тұрады. Анасы төсекке отырып, Женяны шақыра бастады. Женя, менде саған арналған сыйлық бар. Қыз өз анасының құраған бетін көреді. Мұнда кезің ғой. Достар, каналыма 1000 тіркелушіге аз қалды. Сондықтан қолдап берулеріңізді сұраймын.